Ал балалар, сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырыбымызды айтпаймын сіздерге. Бүгін жасырын тақырып, иә? Мына суретте сіздерге үш бейне бейнеленген. Қайсысын танисыздар? Бірінші Альяманчук. Альяманчук. Томирис үшінші. Бұл кісілер кімдер? Не білесіздер? Батыр. Қандай батырлар? Батыр қыздар. Батыр қыздар, иә? Не жасаған бұлар? Олар ерлік жасаған. Ерлік жасаған. Ал Альяманчук жаңағы 41-45 жылдардағы жаңағы пулеметші, жаңағы атқыш, мерген болды, иә? Ал Томирисші? Томирис ол жауға шықты. Жауға шықты. Сақтардың патшайымы болады. Бұларды қалай бір-бірімен байланыстырамыз? Не үшін бұлар бір-бірімен байланыстырамыз біз? Өйткені олар үшеуі де ерлік көрсеткен. Ерлік көрсеткен, иә? Жаңағы елін, жерін қорғайын деп, жаңағы ерлік көрсеткен екен, иә? Сонымен бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Сақ патшайымы Томирис туралы екен, иә? Жаңағы бүгінгі сабағымыздың мақсаты Қазақстан аумағындағы ерте көшпелі халықаралық сахнадағы орнын анықтайды екенсіздер, иә? Сіздерге бейнебаянға мұқият қараймыз. Сақтар Ираннан Мысырға дейінгі аралықта жорыққа шығып, әлемдік тарихи оқиғаларға қатысқан жауынгер тайпа. Жеңілмейтін парсы патшасы Кирді жеңіп басын алған. Осы аңызбен толығырақ танысайық. Парсылардың сақтарға жасаған жорығы біздің заманымыздан бұрынғы 530 жылы болған тарихи деректерден белгілі. Парсы сақ әскерлері Әмударияның ескі саласы Үзбой деген жерде кездеседі. Бірақ Кир айлакер әскербасы болды. Ол туралы аңыздар көп. Әрбір сақтың таңғалдым ептісіне, тәубеткен тақта отырған тектісіне, Томиристей патшасы бар қайсар халық төзе алмас ешкімнің тепкісіне. Мемлекетінің аумағын кеңейту мақсатында Кир патша сақтарды бағындыруды жоспарлайды. Сөйтіп сақ еліне елшісін жіберіп, сақтардың патшайымы Томиристің өзіне тұрмысқа шығуын сұрайды. Бұл Кирдің сақтармен соғысуға сылтау іздеу еді. Патшайым Кирдің ұсынысын қабылдамай, елшіні кері қайтарады. Осыны желеу еткен Кир сақтардың шабуылдаушы тобын алдап қолға түсіріп, Томиристің ұлы Спаргапис бастаған сақ әскерлерін түгел қырғынға ұшыратады. Сүйікті ұлы мен шеп бұзар жауынгерлерінің қаралы хабарын алған Томирис Кирге жаушы жібереді. Томирис жаушыға: жауыз Кирге сөзімді мұқият жеткіз. Айламен жеңген жеңісіне желікпесін. Есінің барында елін тапсын. Халқымды жерінен, елімді өз отанынан айыра алмайды. Халқымның кегіне менің ызамат имесін. Парсы нөкері: аса құрметті Кир патша, сізге сақ патшайымы жіберген жаушы келіп тұр. Кірсін. Дат патша: датың болса айт. Патшайым Томирис сізге мына сөздерді жеткізуімді бұйырды. Ұлым Спаргаписті ашық айқаста қару құдіретімен жеңген жоқ, айламен қолға түсірді. Енді ақылымды тыңдап еліне қайтсын. Тәңір атымен ант етем, аямай жазасын берем деді. Кир: ал керек болса, маған ақыл айтатын адам сақ патшайым емес. Сақтарды жаулап алмайынша тынбаймын, тоқтамаймын. Томирис: сені жеңіп, басыңды алдым. Жалғыз ұлымды қулықпен қолға түсіргенің үшін кегімді қайтардым. Елімді жаудан қорғап қалдым. Осылайша сақтар өздерін жаулауға жасанып келген басқыншылардан елінің тәуелсіздігін сақтап қалды. Томирис патшайым сертіне жетіп, ел басылық ұлы тұлғасымен, қолбасшылық ерлігімен тарихта қалды. Не айтылып екен олар бұл жерде? Томиристің ерлігі туралы. Томиристің туралы ерлігі туралы айтқан екен, иә? Грек тарихшысы жаңағы Геродоттың жазбаларында сақтар жаңағы Томирис туралы көптеген жазба деректер кездеседі екен, иә? Томирис қандай болған? Томирис бізде жас кезінен бастап, жаңағы соғыс өнеріне, сақтардың өз барлығы жаңағы жас кезінен бастап соғыс өнеріне
және өте мықты жаңағы дайындықта болған екен, иә. Олар садақты, жаңағы шебер ататын жауынгер халық болған екен, иә. Томирис та осының бірі болып, жаңағы соғыс өнерін өте жақсы меңгерген. Сонымен қатар жаңағы ел басқарудағы тактикалар дейді ғой, иә. Соларды жақсы меңгерген екен, иә. Оның есімі жаңағы осы батырлармен осы елдің жаңағы бүткіл Сақ даласына, бүткіл Қазақстан жеріне жаңағы еліне кеңінен таралған екен, иә. Ал Парсы патшасы Кир сақтармен одақ құрып, Лидиямен жаңағы Кирсберген соғыстан кейін оларда жаңағы көмек алады, иә. Бірақ осы көмек алғаннан кейін жаңағы жауыз Кир не жасайды? Жаңағы массагеттердің жеріне, беліне қызығады, иә. Қызыққаннан кейін бұл айлакер Кир Томиристен жер сұрайды, иә. 3 күндік жер сұрайды. Артқа қарай Томирис 3 күндік жерді шегінгеннен кейін жаңағы Парсы патшасы Кир өзінің мемлекетін әкеліп сол жерге қазақ үй нелерін құрады, иә, жабдықтарын құрады да, ішін асқа толтырып, біраз аз арман әскерін сол жерге қалдырады да, негізгі күшті жасырып қояды, иә. Осы кезде жаңағы Томиристің ұлы Спаргапс бастаған әскер жаңағы парсылардың аз ғана әскерін шауып алып, мәз болып жатқан кезде жаңағы парсылардың негізгі күші сақтардың не жасайды? Спаргапс бастағанда сақтардың аздаған жаңағы әскерін ғана басып алады екен, иә. Осы кезде жаңағы Сақ патшайымы Томиристің ұлы қайтыс болады, иә. Спаргапс ұмытып қалмаңыздар. Ал Геродот Байбалон жеңгеннен кейін Парсы патшасы Кир массагеттерге соғыс ашып, оларды соғыс жасайды, иә. Не жасайды? Соғысты бастау үшін жаңағы Кир Томириске хат жолдайды, иә. Хатында жаңағы менің әйелім боласың дейді, иә, Томириске. Бұның мақсаты, Кирдің негізгі мақсаты массагеттердің жерін өзіне алу болатын. Томирис әйелдікке емес, ол жеріне, еліне қызыққан болатын, иә. Сол себептен де жаңағы жолдайды. Бұны түсініп қойған Томирис жаңағы Кирге қарсы жауап береді, иә. Ондай жаңағы тұрмысқа шықпаймын деген сияқты, иә. Бірақ менің жерімді басып ала алмайсың, менің онды жаңағы өлтірдің деп жаңағы кек ұстайды екен. Парсы патшасы Кир біздің заманымызға дейінгі 530 жылдары массагеттерге қарсы соғыста жаңағы Томирис жаңағы мен айтып өткендей жаңағы уәдесін беріп 3 күндік жерге жылжығаны болды, иә. Ал сіздерге тапсырма берейін, бұл жаңағы сәйкестендіру, иә. Тапсырмаларымыз. Тез сәйкестендіріп шығамыз, иә. Аха, сіздер. Томирис кім? Дұрыс. Ал, айта қоймаған? Ильяс. Тарих атасы Геродот. Геродот, дұрыс. Кир Парсы патшасы. Спаргапис. Сақ патшайымы Томиристің ұлы. Ұлы. Томирис Парсы патшасы. Парсы патшайымы. Дұрыс емес, иә, онда дұрыс сызбапсыз. Томирис Сақ патшайымы емес, бағана болмасын айтып жатқан жоқсыз ба? Сақ, иә, Пампитроп, ол Парсы патшасы. Кир патшасы бағана айтып жатқан жоқсыз, үшін не айтып жатырсыз бағана? Сіздің екі сұрағыңыз дұрыс емес. Ең ірі сіздікі Геродот айтқан атасы Кир Парсы патшасы, Спаргапис, Томиристің ұлы, Томирис, Сақ патшайымы, Пампитроп, Рим тарихшысы, дұрыс. Ал микроактуация, как сіздерге тапсырма беремін. Келіңіздер, жақта бір парта қарай отырыңыздар. Сіздерге тапсырма беремін. Орындардың алтына бір парта жазыңыздар. Мынаны мұқият оқып, деректерде не туралы айтылғандығын жазамыз, иә? Қазір мен сізге қағаз беремін.
Бұл жерде не сұрап тұр бізде? Тарихшылар Томирис патшайымға қандай мінездеме берді? Астына сіздерге жазылып тұр мінездемесі. Қандай мінездеме берді? Өз ойларыңызша. Иә, мынаны жазасыздар. Тез оқып. Оқып шығамыз, мұқият. Осы сұрақтарға жауап береміз. Иә, астында тарихшылар Томириске қандай мінездеме берді? Қазақстан аумағында ерте көшпелердің халықаралық сахнадағы орнын анықтадыңыздар. Анықтайсыздар. Не говорите? Томирис әйел болса да, жауынан қорықпайтын батыр болған. Жазамыз. Оны кім айтқан? Геродот береді. Кир айтқан. Геродот айтқан. Геродот. Геродот не дейді? Бірінші оқып шықтыңыздар ма? Мұқият оқып шықтыңыздар. Оқып шықшы. Ильяс, мұқият оқып шықшы. Сен жерде оқып шықшы. Не деп айтылады? Петровый. Петров айтқан екен, иә? Рим тарихшысы Петров айтқан екен. Қандай мінездеме берді? Тарихшылар бізге әйел болса да, Томирис әйел болса да жауынан қорықпайтын жаңағы бар болып деп берген екен, иә? Жауап Томирис әйел болса да, жауынан қорықпайтын болған. Ал екінші сұраққа Қазақстан аумағындағы халықтың сахнадағы орны қандай? Анықтаңыздар. Қандай орны? Жазылған ма анша? Қазақстан аумағында ерте көшпелер халықтар Біздегі сахнадағы орны қандай? Сақтағы. Сақтардың? Осымыз... Не жасады сақтар? Сақтар. Жаңағы кирді жеңі, Иә, жаңағы жер дүниеге атақтар шықты, иә? Парс патшаларын жеңді. Кир массагеттерге қарсы ашық соғысқа шықты. Жауынгерлерін шығысқа қарай Кирді айтып жатыр. Бізге сақтар керек. Егіншілікпен соғысып жүрген ғой, егіншілікпен айналысып. Самар, қарасыңдаршы? Кітаптарын қайда жанып келеді? Кирмен соғысып жүріп, еңсеріп жүрген екен, иә? Жоқ, ерлік қандай болды бізде? Жаңағы ешқашанда жеңілмеген парс патшаларын жеңген жоқ па? Не істеді бұлар? Ол парс... Не істеді? Кирді ұтып басын алды. Басын алып не істеді? Жаңағы торсыққа салып, жаңағы өмір боқи қанға тоймап едің, енді өлгенше қанға той деп жаңағы торсықтағы қанға басын батырып қойған екен Томирис, иә? Ол бесте жазамыз. Ол қақтың көріп кәсіміз. Сахнада өмір қандай болды, иә? Өмірі жеңілмеген, Томирис ұрыс тактикасын жоспарлады. Бұл шайқас барлық ұрыстардың ішіндегі ең... Томиристің жаңағы мінездемесі, иә? Оны жаңағы бірінші мінездемеге жазуға болатын еді жаңағы. Ұрыстар өте жақсы, жаңағы техникалық соғыс әдісін қолданып, жаңағы ең көп жаңағы парс патшаларын жеңген екен, иә? Ал екіншісінде не дейді? Өзінен 2 есе көп
қарсылықтарды жеңді дейді, иә? Не жасаған екен бұлар? Ары қарай. Жебеден не жасады? Не жасады? Жеңгенен не жасайды бұлар? Бас. Билік орнатпай ма сол жерде? Билік. Қарсылар жеңгенен билік орнатпай ма? Иә. Енді жазбайсыңдар ма, не болсыңдар? Кім қонды? Парсы патшасы Кирді жеңгеннен кейін жеңіп, билік орнатты, иә? Томирис Парсы патшасы Кирді жеңіп, билік орнатты, иә? Билік орнатты, иә? Томирис Кирді женіп басын алып торсықтағы қанға салып қойды. Торсықтағы салып қойды, иә? Жарайды. Келесі бізде тапсырма. Үшінші тапсырма осылайға сәйкестендіруге кез келген қазақ елін таңдайсыз. Кир әлемнің төрт бұрышынан билеуші және патшалардың патшасы ақиқат жалған. Ақиқатта жалған бар. Ақиқат жалған. Келесі жауап. Ақиқат, иә? Ақиқат деп Иә, бір бол, иә? Осы ең мүмкін. қана жерде, иә? Ал жарайды, бір бол қамаймыз. Ал Ильяс, Ермір, қандай бар? Рим патшасы Помпея ақиқат. Рим патшасы ақиқатта жалған бар. Рим патшасы емес, тарихшы дейді ғой. Рим тарихшысы Помпей өзім түсінбей Рим патшасы Помпей. Ақиқатта жалған бар. Ақиқат, иә? Айеке, сіз таңдай қойыңыз. Қайсы? Дұрыс, аға. Бір болып сосын қамаңыздар. Кир патша әскері 2 есе күшті болды. Ақиқатта жалған бар. Жалған. Жалған, иә? Дұрыс емес сіздің жауабыңыз, иә? Кирдің жаңағы әскері Томиристің әскерінен 2 есе күшті болған дейді. Томирис Кир патшадан жеңілді. Томирис Кир патшадан жеңілді. Жалған болады, иә? Өйткені жаңағы Томирис Кир патшаны жеңді, иә? Дұрыс айтасыздар. Сізде. Мынтағайсына қайсың, ба? Ана? Сақ ханшайымы Томирис. Ақиқат, дұрыс айтасыз. Сақ патшайымы Томирис ақиқат, иә? Айеке, соңғы қазақ елапты. Парсы патшасы Кир біздің заманымызға дейінгі 530 жылы массагеттерге қарсы соғыс жорығын бастады. Ақиқатта жалған бар. Ақиқат, иә? 530 жылы жаңағы массагет парсылықтар сақтарға қарсы соғысты бастаған екен, иә? Орныңызға отырыңыздар. Кербайымыз байланыс берейік, иә, сіздерге. Қазір асықтарыңыз алшысына түссе, сабақта түсіндім, бүк түссе, қиындықтар туды, шік түссе, анықтадым деп асықтарыңызды тұрғызасыздар, иә? Бір асық. Иә. Мұқият оқыңыздар. Алшысынан қойсаңыздар. Қазақстан аумағындағы ерте көшпелі Халықтар сахнадағы орны анықтадыңыз ба? Қазақстан аумағында ерте
көшпелілердің халықаралық сахнадағы орнын анықтауды қиындық туындады. Туындады ма? Жоқ. Шек Қазақстан аумағындағы ерте көшпелілердің халықаралық сахнадағы орнын анықтай алмадым. Алдыңыз ба, алмадыңыз ба? Алдым. Алсаңыз, қалай білесіз? Асық па? Алшы. Алсаңыз, алшысынан болып қойыпсыз, иә? Сіз Қазақстан аумағындағы ерте көшпенділердің халықаралық сахнадағы орнын анықтадым дейсіз, иә? Ақерке, сіз балаларыңыз жүріп тұрсыз. Қалай қоямыз Ақерке? Оқыдыңыз ба сұрақ? Ой, сұрақ кетті ма? Кері байланысты оқыдыңыз ба? Қазақстан аумағында ерте көшпенділер Көрмейді ма? Кішкене жаңғырып тұрсаңшы. Алшысынан қойсаңыз, Қазақстан аумағындағы ерте көшпелілердің халықаралық сахнадағы орнын анықтадым. Анықтай алдыңыз ба? Анықтай алсаңыз, алшысынан қоясыз, иә? Ал екіншісі, бүгінен қойсаңыз, Қазақстан аумағындағы ерте көшпелілердің халықаралық сахнадағы орнын анықтауға қиындықтар туды. Қиындықтар туды ма сізде, туған жоқ па? Қиындықтар туған жоқ, иә? Ал шегінен қойсаңыздар, Қазақстан аумағындағы ерте көшпелілердің халықаралық сахнадағы орнын анықтай алмадым. Алмасаңыздар, шегінен қоясыздар. Бүгінен қоямыз ба, шегінен қоямыз ба? Алшысынан қойдыңыздар, иә? Сабақтың барлығын түсіндіңіздер ме бүгін өзі? Жалпы, не туралы өткенімізді? Сақ патшайымы. Сақ патшайымы Таймирис. Сақ патшайымы Таймирис дегеніміз кім екен? Ол не жасаған екен? Ол Кирді жеңген патшайым болады. Кирді жеңген патшайым деп қана білдік, иә? Иә. Ары қарай, Ильяс, тағы не түсіндік бүгінгі сабақта? Ол өте батыр. Батыр, иә? Жаңағы грек тарихшысы Пампетрок айтқандай, жаңағы Таймирис әйел болса да ер жүрек өз жауынан қорықпаған деп Пампетрок жаңағы Рим тарихшысы айтып кеткен екен. Ал Геродот не деп айтып кетті? Геродот. Адыларыңызға бар ма? Патшасы Кир Томириске үйленгісі келген болып, құда түсуге елшілер жібереді. Үйленуді емес, массагеттерден патшалығын билеуді көздеп отырғанын түсінген Томирис келісім бермеді. Осыны сылтау еткен Кир массагеттерге қарсы ашық соғысқа шықты. Жауынгерлерін шығысқа қарай қаптатты. Не үшін Томирис жаңағы Кирге тұрмысқа шығып, тыптан үйлене салмады? Өйткені ол білді оның жерін тартып жерін тартып алғандығын жаңағы түсініп қойды, иә, Томирис. Ол әйелдікке емес, оның жаңағы еліне, жеріне қызып отырғандығын біліп қойған Томирис жаңағы әскері аз болса да, өзінің әскерінен 2 есе күшті Кирмен жаңағы соғысты бастап кеткен екен, иә? Соғыс тактикаларын жаңағы айтып кеткендегідей өте жақсы меңгерген Томирис жаңағы соғыс тактикасын өте жақсы меңгергендіктен сақтайды. Жаңағы ер жүрек аттың үстінде жақсы отыратын, садақты жақсы ату білетін, қылышты аттың үстінде отырып жақсы сермейтін болғандықтан, сонымен қатар жаңағы әскерін жақсы ұйымдастырушылық қабілеті болғандықтан, жаңағы өзінен 2 есе көп Кирдің не жасаған екен? Жеңген екен, иә? Осымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сіздерге үйге тапсырма Томирис қандай патшайым тақырыбында 40-50 сөзден тұратын әңгіме жазып келесіздер. Жазылғаныздар бітірімізге. Қағазға жазылып. Томирис